Хоу, жігіттер, екеуің ерте келіп алыпсыңдар ғой бүгін. Алло, мен келдім. Жеңілді. Екеуің ойнап отырсыңдар ма? Енді сен күтіп қалдық қой, жай отырмай деп. Мен сіз бастай берсеңдер болады ғой? Жоқ, енді Аружан олай болмайды ғой. Әркімнің өз көрермені бар ғой. Түф, қасиет, бір қуанттың ғой. Жарай, көп созбай, бағдарламаны бастайық. Сәлем, достар, эфирде контент. Армысыздар Рамазан мырзаның және де Аружан ханымның көрермендері. Негізі қасиет, мырза деген сөзді былай алып қараш. Әдемі естіледі, е? Ойлаш, жастардың бәрі солай сөйлесе. Қасиет мырза, Аружан ханым деп. Бірақ болмайды ол. Өйткені біз бәрі бірде өзімізге қарай ыңғайлап аламыз. Ал, давай, контенттен. Вопростарыңды айтыңдар. Түзу тұр сен, жыбырлатпай ағыңды, түзу тұр. Қандай бірінші сұрағың қандай сен? Қазір біз құрасақ түсқанайық. Не деген? Лол? Қайдан білейін, ондай сөз естіген жоқ мен. Это ағылшын тілінде ол сөз. Сленг, мен лол. Не знаю, я что такое лол. О, это игрушка? Махаббат. Гүлмәне. Күліп сөйлеу деген шығар сол? Love out of love. Когда, какие-то приколы обычно используют. Бәрі ағылшын тілінде бола ма сендердің нелері? Видите, я английский не учила, я же французский учила в свое время. Зашквар, это за шиворот, нет? За пределами? За бортом? Нет, без понятия. Қуаныш деп сөзін. Өзінше адамдарда жарма. Шкварит уже өзің деңгейінен выше уже уровня своего. Тамақ жағынан шығар, наверное. Простите. Извинения. Я не использую. Я использую sorry. Кешіріңіз. Извини, прости. Это как... как бы новое видение, типа волна. Резкость, нет? Быстрота. Экстрим от слова, наверное, да? Комментирует. Это лук деген жуа ма? Это пияз. Садақтың оғы қалай айтсам екен, пияз. Тұрмысқа мағара дей ма? Типа внешний вид? Өте. Киімдері ғой. LWK? Как? Мем. Мужчина, что ли? Давайте это пропустим. Лицо? Приколы, да, делать? Над кем-то? Издевательство, что ли? Рофт. Не раз. Рофт. Я крутой, что ли? Жаман бір нәрсе оқсайын? Без причины, наверное, да? Смех без причины. Шутка, смех, вранье. Во, как оно у вас все искаженно. Достар, барлық шаруаны ысырып, назарды бізге аударыңыздар. Өйткені бүгін бізде ерекше қонақ. Ол актер, ол КВНчик, ол пародия жанрының шебері. Шакензо! Қош келдің, бро. Ассалаумалейкум, аға. Ассалаумалейкум. 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 Шакензо. Азан шақырып қойған аты Шыныбек. Бос уақытында әзіл ісқақ бағытында сценарий жазады. Түрлі персонаждармен әртістерге пародия жасаудың шебері. Бала кезінде саяхатшы болуды армандаған. Жақсы көретін тағамы лағман. Лағман десе кез келген жұмысын тастап, бірден дастархан басына жайғасуға дайын. Фобиясы тарақан және тағы басқа қыбырлайтын, жыбырлайтын жәндіктердің бәрінен қорқады. Қалайсыз? Күшті? Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Бала жақсы. Сіздің лақап атыңыз Шакензо. Неге олай? Шын атыңыз Шыныбек емес пе? Шын атым Шыныбек. Азан шақырып қойған атым Шыныбек. Бірақ Шакензо деп негізі өз жерде бірақ қатты астар ешқандай ешнәрсе жатқан жоқ. Мысалы, біреудің аты Нұрлан болатын болса, сол Нурик, біреуде Сәкен болсын, Сәке сөйтіп айтып, сөйтіп Шыныбек, Шакензо деп. Солай шыққан болатын. Негізінен сіздің жасайтын пародияларыңыз ерекше. Ондай пародиялар жасау қайдан туды сізге?
Осы Астанада Қазақ ұлттық өнер университетінде мен жалпы эстрада актер мамандығын бітірдім. Сол жерде бізде пародия, пантомима, жонглер, клоунада барлық кіретін біздің мамандыққа. Соның ішіне өзіме жақсы, өзім жаныма жақын, оң жамбасыма түскен пародияны таңдадым. Бірақ пародияны сахнаға шығып, басқа бір қырларын көргім келді. Форма, подача дейді, беру бағытын осылай қылып шештім, осылай көрдім өзім. Өзім көргенде әуел басынан осылай шықты сол. Ал сіз өзге пародисттер сияқты жан-жануарлардың дауысын саласыз ба? Жан-жануарлардың дауысын Жалпы Қазақстанда осы комедия жанрында фильмдер көп түсіріліп жатыр, иә? Байқап жүрген шығарсыз. Сол бір фильмнің біреуіне сіз шақырса, актер ретінде. Шақырсыздар мені десе. Міндетті түрде ойланбай бар. Бірақ комедия. Комедия? Оң жамбасыма келетін мен өзім. Кімнің рөлін алар едіңіз? Білмеймін, ол берген рөлге байланысты. Мектепте қалай оқыдыңыз? Мектепте ма 4-ке оқыдым деймін ба? Өзіме ұнайтын сабақтарда. Өзіме ұнайтын сабақтар жаңағыдай. Өзіңізге ұнайтын қандай сабақтар? География, бейнелеу өнері, еңбекке дене шынықтыру, сондай сабақтар десе. Жалпы жеңіл сабақтар, иә? Өзіңіз тану деген сияқты. Өзім таңдап алатын. Қазір енді осы жерде сіздің пародияларыңызды көрсек деп едік. Менің қолымда қазір жұлдыздардың бейнеленген суреттері бар. Осыларды мен сізге кезек-кезек көрсетіп отырамын. Ал сіз соны салып бересіз. Жарайды, кеттік. Қолдан келгенше. Ақсесімнен адалапақ табайық, өрдіңізді бірдіңіне табайық, армандарға қол ұстасып барайық, екеуміз бірге. Келесі. Жастыламаға сізге ергем. Бәрі келді. Самба, енді керек емес, енді бәрі де Айналайын, бізге бірге болыңыздар, Жасын Қамбаев. Швілі свой топча, Ка-ка-ка. Ламбада, суй, ламбада, ламбада. На Первом канале. Болды, осымен. Бәрекелді, рахмет. Жалпы біздің студияға келген қонақтар оңайлықпен кетпейді. Да? Иә. Біздің бір ойынымыз бар. Бізде бір ойын бар. Сол ойында ойнасақ сіз бе? Қалай қарайсыз? Қона. Типа, заттарды алып көру керек, да? Ойынның шарты аса қатты қиын емес, оп-оңай. Мына іште адамдар берілген. Актер, әнші дегендей. Сіз біреуін таңдайсыз, ашасыз, көресіз, адамның атын табуыңыз керек. Сосын бір стақан таңдайсыз. Егер де адам атын дұрыс тапсаңыз, онда осы таңдаған стаканыңыздың ішіндегі затты мен жеймін. Ал дұрыс таппасаңыз, сіз жейсіз. Кім бастайды? Сіз бастайсыз. Мен бастаймын, а? Дайынсыз ба? Дайынмын. Дайынсыз кеттік. Так. Мынадан көрейікші. Камера көрсетсек. Мынау көрші. Тандыңыз ба? Мен біліп тұрмын. Қазір. Бұл қалай, көмек сұрауға бола ма? 50-50. Досыңызға қоңырау шалу деген жоқ. Залдан көмек сұрауға. Аслан мынау кім? Танымадыңыз ба? Так, мынау кім екен? Танымасаңыз... Топта өлең айта ма? Жоқ, жеке. Жеке әнші. Әнші, актер? Хит өлеңі бар. Жоқ, танымасаңыз стакан таңдай беріңіз. Ал сәттілік сізге. Мен таңдайын да стакан. Шарик, иә. Жоспан, суық па, жылы ма қарау. Ол
О. Жейін ба мен? Жейсіз. Кене ана бір штук ғана ештеңе жоқ. Жоқ, мен бәрін жейінші бұл. Бәрін жейсіз, ба? Ас болсын онда. Так. Александр Рева. Александр Рева. Ал, таңдай ғой. Сіз таңдаңыз, мен жейін. Мен таңдаймын. Мен бәрін мен шешіп отырамын, я? Бұл жерде. Сіз бүгін қонақсыз ғой. Мына стаканына. Керемет. Сникерс. Жоқ, бұл кетті. Келесі суретті... Мынау. Райм Артур, моя малышка, твоя улыбка, я надеюсь, самая вишка. Самая вишка. Самая вишка. Сені мен көрген сайын. Кім таңдайды? Сіз таңдайды. Мен таңдаймын, сен жейсің. Иә. Сөз бере салыңыз. Тәттер бітті ғой деймін. Ең ашылар анау. Осы келмес екен де өрдім. Осы келмес екен де өрдім. Просто бір жерге баратын едім. Чеснок. Чеснок. Бүгін қызбен кездесуге бармайтын жақтың. Жоқ, барасың, барғанда былай сөйлесің. Қалайсың? Жақсы өзің деп. Ойынның шарты бойынша жеуім керек. Сен жей тұр, мен сен сникерсін жей тұр едім. Келесі сурет, да? Мына жерде оңайлар шығып жатыр. Жолыңыз болып кетті негізі. Әдей беліп тұрған ғой. Ой, таңдаңыз. О. EQ. Сұрадың ба, жалықтың ба, дейтін өлеңді айтады ғой, иә? Таңдаңыз, мен болды жеңілдім дей берейін. Так, жұмыстан шығам, давай. Енді мына стакан ішінде қиын емес шығар, жейтін зат деп көрші. Негіз қиын емес. Ас болсын. Маған шамалы артынан шетін... Сенің қолына келеді. Сен жеуге лайықтысың. Құлағына түтін шығып отыр. Аузым! Ой-бай-ай! Келесі сурет. Болды. Келесі қандай сурет екен бай, қара қойын астынан. Айттым негіз кеше режиссерға осыны танымайды адамдар қояқ деп. Бұл Вайнер. Жоқ, танымаймын деңізші, пожалуйста. Бұл Вайнер. Хаким. Хаким. Фамилиясы. Фамилиясын білмеймін, Хаким. Олай болмайды. Фамилиясын айту керек па? Жемеймін мен. Фамилиясын білмеймін, бірақ Хаким екен білемін. Вайнер. Менікі қабылдана ма? Жалпы онда сізге де емес, маған да емес. Елі-делі, екеуміз ортасына бөлін жекті. Екеуміз онда бірге ашайық. Ал жалпы аты жөні... Толық аты жөні, иә? Хаким Мукараб. Сен жей салшы. Рахмет. Келесі сурет таңдаңыз. Тау, сүт бар ма? Мен жеймін ол. Мен таныдым. Сіз танисыз ба? Танымадым. Танымадым. Маған ашып бер. Жұмыста қалатын сияқты. Маған ашып бер. Бұл негізі Дарем. Дарем? Иә. Анау, скоро, каждый Новый год я мечтаю об одном, купить маме новый дом, дейтін өлеңші. Жей берейінші. Бұл настан де бар екен, оңай нәрсе екен. Лимон. Маған қарағанда жараңыз жеңіл екен да. Сүт керек емес сияқты. Қызығып тұр негізі, анаңырын о жақсы. Бәрекелді. Кетпей татырыңыз, бәрекелді.
қалай? Жақсы ма? Жақсы. Лимон жақсы екен. Да, лимон жақсы. Маған да негізі ұнады өте. Лимон мен мандарин жақсы екен. Жарайды, онда сізге көп рахмет біздің бағдарламаға келгеніңізге. Ойынымыз осымен аяқталды. Берген сұхбатыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыз. Басты бүйтіп тұра ма? Все, болды. Рахмет. Қазір дәл осы сәтте мені қалды. Сен тым көп менде ару, ғашық жан ару, қару, атымды қару, сені көрінге жауап. Қасиет, че-тан біреуге ғашық болып қалғансың ба? Иә, дегім келіп тұр, бірақ жоқ. Өлең сөздердің мағынасына қарап таңғалып отырмын да, қандай керемет, иә? Ал Абайдың өлеңдеріндегі суретшілерші, жерсіз түнде шарқай, сөйлесі суда дірілдеп. Жігіттер, екеуіңе қарап мен бір нәрсені түсіндім. Не түсіндің? Бізден ақын шыға ма екен? Жоға, екеуіңді суретші айдарына жіберу керек екен. Сәлем, сіздермен бірге екеу және біз контент бағдарламасындамыз. Кеттік. Ойынның аты суретте деп аталады. Ойынның шарты бойынша белгілі бір 3 сұрақты қоям, сен соған жауап бересің. Оның жауабын мына жерге салуың керексің. Саған берілетін уақыт 1 минут. Дайынсың ба? Оңай ма? Қиын оңай. Қалтаңда соңғы 1000 теңгең болса, қайдан немесе неге жұмсайсың? Мороженое? Дұрыс. Кеттік. Мен тауып атырмын ғой. Мен сұрақ қояды екен ғой. Кезінде Ньютонның басына алма құлаған, ал сенің басыңа не құлайды? Басыңа тас құлаған жоқ қой. Банан. Окей. Иіссіз өмір сүре алмайсың. Давай. Не мынау? Пицца, бас киім, тамақ. Ойлан, дұрыс. Тамақсыз. Окей, 1 минутқа жеткізбей, мен сенің 3 жауабың таптым. Молодец. Енді мен кезегім ба? Кеттік. Кімнің баласысың? Кімнің баласысың өресің? Папаңның. Дұрыс. Келесі. Хоббиіңіз. Хоббиіңіз. Хоббиің? Музыка? Жоқ. Диск? Пицца? Жоқ. Объектив? Фото? Иә, дұрыс. Ти десең тимейді, тиме десең тиеді, ол нейді. Не мынау, аяқ киім? Жоқ. Саламет, біз сурет саламайым. Жоқ, анандай емес. Тез. Бұтақ? Жоқ, мен не ұсайтын, не жерде? Арих қонды. Не анау? Ерім ғой. Мен ти десең ти, тиме десең тимейді, еріміз бе? Не ойлайсың? Раунд 2. Кет. Әнші болмасаң кім болар едің? Электрик. Қанаты бар ұшпайды, көзі бар көрмейді, ол не? Не о? Гүл ма не анау? Микки Маус. Серьезно? Микки Маус емес ол. Қанаты бар ұшпайды, көзі бар көрмейді. Қанаты бар ұшпайды, көзі бар көрмейді дейді. Не ол? Давай, ойлан. Утка ма не? Қыста жүреді, қыста. Пингвин? Дұрыс па? Дұрыс емес. Ұшпайды ол. Ничо. Шоды анда сонда олай. Қанаты бар ұшпайды. Қанаты бар ұшпайды. Не ол? Мен сені сұрап тұрмын ғой енді. Нейді білем. Жоқ. Пингвин ұшпайды ол негізінде. Артында жауы бар ма? Артында жауы бар кім ол?
Өлген тауық. Өлген. Қыздың сөмкесінде міндетті түрде жүретін 3 затты атаңыз дейді. Телефон. Помада. Шақпай жүрет тағы. Давай. Мынандай жәбір дейді. Картошка суғапский. Бір адам басыма. Тарақ қой тарақ. Келесі. Екі тобында бірінші атаман кім? Мен ғой. Окей, сен. Алматыда ең әдемі жер. Көктөбе. Бау. Окей, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Нәтижесінде жеңіске жеткен тек қана достық. Өздері келіп, өздері ойнап, өздері жеңіске жеткен екеуі толпа. Дам-дам. Что ты дашь? Жеңіске не береді? Білмеймін, не береді екен жеңіске? Пицца жемеді. Үндемейді бәрі, бастарында отырмай. Жақсы бақытты болыңыздар. Өздері келіп, өздері жеңген. Айттым ғой оны мен. Айттым ба? Діндерме аптасын ет осы. Сау болыңдар. Бро, өзің білесің ғой, қазір кино әлемінде көптеген супергеройлар шығып жатыр, иә? Ал егер шынымен әлемге қауіп төнсе, кім құтқарар екен? Әлемді мен құтқарам. Тун. Емес? Ол зал білмейді екем. Бэтмен, Супермен, солар шықпар. Екеуің кішкентай балалар сияқты қиялдап кеттіңдер ғой. Ал шын мәнісіне келсек, әлемді сұлулық құтқарады. Опмай. Бәріңе сәлем. Бүгін мен сіздерге шаш бұйралайтын құралдың көмегінсіз сәнді шаш үлгісін қалай жасауға болатындығын көрсетемін. Ол үшін маған кәдімгі түтікше қажет. Алдымен шашымызды сулап аламыз. Сосын оны түтікшеге айналдырып жинаймыз. Соңында жақсылап байлауды ұмытпаңыз. Осының бәрін істеп болғасын 10-15 минуттай күтеміз. Соңғы штрих-лак. Ол шаш үлгісінің қалпын ұзақ сақтап тұруға көмектеседі. Ньютон дейм. Эйнштейн. Той, Рамазан, Ньютон. Туф, Эйнштейн дейм. Не болып жатыр, не даласып жатыр. Рамазанның ойынша ең мықты ғалым ол Эйнштейн екен. Ал менің ойымша ол Ньютон. Менің ойымша Менделеев. Қасиет, біз физиктер жайында айтып отырмыз. Менделеев сөз жоқ, мықты, бірақ ол химик. Ал жалпы ғалым профессор жағынан қарайтын болсақ, ең мықты біздің Жұлдызбаев қой. Әрине. Ол неше түрлі эксперимент жасап көрді. Енді оған бір жаңалық ашу керек. Оған жаңалық ашусын айтайын, не істеу керек? Ана Ньютон басына алмалады ғой. Сол сияқты онда басына бір нәрсе қылау керек. Ал, сәлем қыздар. Сәлеметсіз бе? Қалдарың қалай? Жақсы, керемет. Менің көмекшілерімнің есімдері қалай екен? Менің есімім Аружан. Менің есімім Қасима. Менің есімім білесіңдер ма қандай? Профессор Жұлдызбаев. Бәрекелді. Және де әдеттегідей бүгін зертханалық жұмыс жасаймыз деген сөзді білдіреді. Барлығы дайын екен, үлкен-үлкен бөшкелермен арнайы ыдыстар тұр екен. Онда масса молекулы, достар. Дәл қазір біз сіздермен өте қызықты бір сұйықтықпен танысамыз. Ол сұйықтың аты сұйық азот деген естігендерің бар ма? Ол не ол? Не естідіңдер ол туралы? Сұйық азот ол минус 198 градус. Мәссаған. Онда сен мынаны ұста. Так. 190, дәлірек айтқанда минус 196 градус. Ол арнайы дюар деген ыдыстың ішінде сақталады. Ол ыдыс термостың принципі бойынша жұмыс істейді. Термосына қолында сен ұстап тұрғандай, жылу зат болатын болса, жылуды ұстап тұрады, суық болатын болса, суықты ұстап тұрады.
біздің азот өте суық болғаннан кейін ол осындай дюар деген ыдыстың ішінде сақталады. Ішіне сендер қарасаңдар, түтін шығып тұр. Түтін емес, ол бу, бу, оның екі түрлі нәрсе. Біз осымен енді бір келесі экспериментті жасаймыз. Ол үшін бізге мынандай бөшке керек болып тұр. Біз азотты мынаның ішіне құямыз да. Ыстық су. Дұрыс айтасың, мынаның ішінде ыстық су ғой. Үстіне ыстық суды салсақ, қазір көреміз не болатынын. Дайынбыз ба? Дайынбыз. Ол өте қызық. Так, жақсы. Мен қазір мынаның ішіне құямын, барлығын. Сұйық азотымызды құйып. Ішіне қараңдар, көп бұл ма? Өте көп. Сен термосты, так, өзім ашайын, онда қазір төгіп алып жүрсең. Бұл экспериментті көп істей алмаймыз. Мынау неміз, біздің ыдысымыз, мынау пластиктен жасалған ғой, қатып жатыр. Сондықтан осындай дауыстар шығып жатыр, Неше литр азотты білесіңдер мынаның ішінде? 5. Жоқ. 5 литр азот, 5 литрдай азотты қазір біз өте қызықты экспериментке жұмсаймыз. 5 литр. Так, енді көп ұзамай, тезірек мына ыдыстың ішіне біз термостан алып. Ыстық су құямыз, Не болады екен? Ұста. Қазір менімен бірге су шынында да ыстық. 3-ке дейін санайсыңдар. Мен мынаны алайын, сен мынаны ал. Мен мынаны алайын. Дайынсыңдар ма? Бір қадам артқа қарай жасаймыз. Тағы бір қадам, кішкене. Менімен бірге 3-ке дейін қатты санаймыз, дайынбыз ба? 1, 2, 3. Вау! Суық па? Жақында? Өте суық. Псих. Біздің көрермендерге де істейміз ба кішкене? Әрине. Барлық жерін бәрін мұздатайық. Өздерін көріп тұрғандай қараңдар, қаншама су төгілді. Су төгілді. Қалай ойлайсыңдар, неліктен болды бұндай эксперимент? Суық пен ыстық араласқанда бір. Дұрыс айтасыңдар. Біздің азот суық па? Өте суық. Минус 200 градус, дұрыс па? Біздің кипяток қанша градус? Плюс 100. 100 градуста су қайнайды, Бірақ термостың ішінде кішкене жылған сияқты 90 градус шамасында. Температуралардың айырмашылығы 300 градусқа жуық. Байқадыңдар ма? Сондықтан біздің суымыз өте тез мөлшерде буға айналады да, өте көп бізге мынандай жақсы қызықты эффект береді. Енді сендерге ұнаса, біздің достарымызға да ұнады деген ойдамыз. Онда келесі кездескенше профессор Жолдызбаевтың осындай зертханалық жұмысын бірге орындайық, достар. Жақсы, рахмет сендерге, қыздар. Сау болыңыздар. Бро, терең ойға түсіп кетсің ғой, не болды? Бүгін 2 досым туған күні ғой. Соған 2 подарка дайындап қойғанмын, әдемілеп бірдей қылып. Енді қайсысы кімдікі екенін ұмытып тұрмын. Ештеңе етпес, сыйлай берсеші, екеуі де досың ғой. Екеуі де досым ғой, бірақ біреу ер бала, екінші қыз бала болып тұр ғой. Енді де істедім. Бүйтіп көрсең, салмағын өлшеп көрсе, ауырын ұлға, жеңілін қызға дегенде. О, таптым, брат, души рахмет. Енді ұмытпаймын. Красавчик Қасиет әлі. Енді көмек керек кезде саған хабарласармыз. Now when I was a little boy. Ойбой! Аяқ киімді бүлдіріп алдым. Енді не істеймін? Сәлем достар, бүгін мен сіздерге жаңбырлы күн аяқ киімдерінде бұлға болмаудың жолдарын көрсетемін. Ол үшін бізге кәдімгі майшам қажет болады. Оны алып, аяқ киімімізге жағамыз. Сосын оны фенмен ыстық режимде ерітіп, аяқ киімімізді айналдыра сылаймыз. Одан кейін кептіруге қойып қоямыз. Мінекей, енді суды қанша кешкім келсе де өзім білесің. Ал егер бұның бәрін істеуге ерінсең, бұдан да оңай жолы бар. Бірақ көшеде былай жүрген ұяттау,
Now when I was a little boy, at the age of... Ал құрметті көрермен, өкінішке орай сіздермен тағы да бір аптаға қоштасатын сәт келді. Иә, бағдарлама басында айтып қой, әркімнің өзінің көрермені бар деп. Оның бәрі әзіл. Солай ма не? Иә. Мен деген шын деп ойлап отырмын ғой? Әрине, болды әзіл. Көрермен деген үшеумізге де ортақ қой? Иә. Қоштасайық енді. Жарайды, онда келесі жүздескенше көрермен. Әр апта сайын Еуразия бірінші арнасынан өткізіп алмаңыздар. Және де есіңізде болсын. Бұл нағыз сіз көретін контент. Сау!